Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мақпал, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай жасалуы оңай, тез пирог жасаймыз. Апельсиновый варенье қолданамыз, бірақ та кез келген варенье қолдансаңыздар болады. Ең алдымен бізге алдын ала дайындалған варенье керек. Бұл вареньені мен қалай жасалу жолын бәрін видеоға түсіріп, каналыма салып қойдым. Бізге ең алдымен қамыр жасау керек. Ол үшін 150 грамм сары май, бір жұмыртқа, 200 грамм сливки керек. Кішкене тұз қосамыз. Одан кейін пышақтың ұшымен қопсытқыш. Жақсылап араластырып отырып, 60 грамм қант қосамыз да қамыр елейміз. Маған бұл қамырға 500 грамм ұн қажет болды. Сіздерге өзіңіздеріңізге байланысты қанша керек, сонша қосасыздар. Қамырымызды жақсылап илеп болғасын, екі бөлшекке бөлеміз. Біреуін үлкен қыламыз да, екіншісін кішкентай қыламыз. Үлкен бөлшегін холодильникқа саламыз да, кішкентай бөлшегін морозильникқа қоямыз. 30-40 минуттан кейін тоңазытқыштан алып шығып, қамырымызды жаямыз. Алдын ала формамызға пергамент қағазын төсейміз. Қамырымыз видеодағыдай қатты қалың емес, шамамен 1 сантиметр биіктікте болу керек. Формаға салып, артығын алып тастаймыз. Одан кейін послаям начинкаларын саламыз. Бірінші кезекте бізде ірімшік кетеді. 500 грамм ірімшікке 30 грамм қант қосамыз, бір үлкен қасық кукурузный крахмал және бір штук жұмыртқа. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымыздың үстіне жаямыз. Ірімшіктен кейін келесі кезекте бізде апельсиннан варенье кетеді. Вареньямыздан кейін бағанағы алдында кішкентай бөлшекті тоңазытқышқа салдық қой, соны алып шығамыз да үстінен үккіштен өткіземіз. Одан кейін шетіндегі тестамыздың бортиктарын әдемілеп, қасықпен не болмаса шанышқымен тегістейміз. Алдын ала қызып тұрған 180 не болмаса 200 градустағы пешке 30-45 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пирог 45 минут пісті. Қызарып, әдемі, дәмді болып шықты.
сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай және де дәмді.